Әлеуметтік желіде қандайда бір шенеуніктің постының комментарийінде мақтау жазатын арнайы нұрботтарды байқаған шығарсыз. Тіпті олармен өзіңізде дауласқан боларсыз. Әдетте олар билікке қаратылған сыни пікір астында өріп жүреді. Бұған дейін жұрттан бот сөзінің не мағына білдіретінін сұрастырған едік. Енді бүгін бір компания мысалында боттардың қалай жұмыс істейтінін қарапайым сөзбен түсіндіріп көрейік. Нұрботтар әлеуметтік желіде фейк аккаунттар мен шенеуніктердің мәлімдемелеріне пікір жазып, тұңғыш президент пен үкімет жобалары жайлы мақтау айтып, қажет болса билікті сынағандарға тарпа бас салады. Нұрсүйгіштер, ішкі саясат пен мемлекеттік органдар жайлы жағымды пікір айтып, нұрботтармен бірге партия идеяларын таратады. Біз соңғы жылдары тұңғыш президент қорының Facebook парақшасына пікір жазған аккаунттарды кездейсоқ ашып отырып, сараптама жүргізген едік. Пікір жазатын аккаунттардың барлығы бірдей. Суреттері ВКонтакте желісінің ресейлік не қырғызстандық сегментінен ұрланған. Парақшаларында жазба не мүлдем жоқ, не аз. Әлгі аккаунттар тек тұңғыш президент қорының, мәжілістің, рухани жаңғыру, Нұр Отан партиясының парақшаларында ғана пікір жазады. Мысалы, Камшат Умбетова. Сурет якутиялық Ирина Хандыдының ВКонтактесінен алынған. Бірде-бір жеке комментарийі жоқ. Барлық пікірі ресми парақшаларға жазылған және достарының бәрі белгілі бір уақыт аралығында ғана қосылған. Жеке аккаунттардан боттар тек Максим Споткайдың, сол кездегі Нұрмедиа холдингінің бас директорының орынбасарының посттарына ғана пікір жазады. Боттар қандай парақшаларға жазылған? Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті Елбасы қоры, болашаққа бағдар рухани жаңғыру, Қазақстан Республикасы парламентінің мәжілісі, Нұр Отан, Әблязовтың 1100-і. Суши Болото. Тексеру кезінде нұрботтардың тағы бір жобасын анықтадық. Суши Болото парақшасы Қазақстанда экстремист деп танылған Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының жетекшісі әрі қуғындағы банкир Мұхтар Әблязовпен ақпараттық соғыс мақсатында ашылған. Сонымен, бұл боттарды құрған кім? Тұңғыш президент қорының парақшасын тексеріп жатып, өз атымен парақша ашып, қор мен нұр парақшаларға пікір жазған екі адамның аккаунтын тауып алдық. Бізге қызық көрінгені, олар Максим Споткай есептемегенде, боттар өздеріне жүктелген тақырыптан тайып, үнемі комментарий жазып жүретін екі адам. Әлгі екі адамды мұқият қарап шығуға бекіндік. Тектеріне қарап екеуінде туыс, тіпті бауыр деуге болады. Магомед пен Майырбек Завриевтер. Алғашқысы желіде белсенді ғана емес, Қазақстанда болып жатқан жағдайларға қатысты сыни пікір жазып отырады. Екіншісі, Назарбаев саясатын қолдаған көлемді және сауатты жазбалар жариялайды. Әлеуметтік тақырыптар туралы да посттар жазады. Екеуінің де профайлында жұмыс орындары ретінде бір компания, SMM Network, жауапкершілігі шектеулі серіктестігі көрсетілген. SMM Network'тың тең құрылтайшысы Қазақстан Today агенттігі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. SMM Network'тың басшысы ретінде Тұрғынбаева Аяжан есімді азамат көрсетілген. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Астанада тіркелген. Аяжан ақпарат агенттігі бар жеке кәсіпкер ретінде де Алматыдағы Мұқанов 241 мекенжайында орналасқан Vision Pro компаниясының басшысы ретінде де тіркеуде тұр. Vision Pro тұрған мекенжайға Завриев Магометке тиесілі Мир Пресс медиа агенттігі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де тіркеуде тұр. Завриевтер мен Тұрғынбаева Фейсбукте де дос. Алайда Аяжан Тұрғынбаеваның парақшасы аса белсенді жүргізілмейді және онда не болып жатқанын тек достары ғана көре алады. Біз Headhunter және LinkedIn арқылы өздерін SMM Network қызметкерлері деп көрсеткен бірнеше адамның бүгіні мен өткенін тексеріп көрдік. Олардың барлығы да жоғарыда аталған парақшаларды дамытумен айналысқан. Біз атаған компаниялардың ешбірінде жеке сайт не жарнама лендингі жоқ. Мемлекеттік сатып алумен айналыспайды. Бірақ бір қызығы, мемлекеттік кіріс комитетінің дерегінше шағын өнеркәсіп ретінде тіркелген компания салықты жап-жақсы төлейді. Бұл әрине олардың ақша айналымы жақсы деген сөз. Тұңғыш президент қорының баспасөз қызметі 2018 жылы үздік атанды.
баспасөз хатшыларының жұмысына баға беруде олардың әлеуметтік желідегі парақшаларымен қалай жұмыс істейтіні ескерілді ме, жоқ па, белгісіз.